Сондықтан сізде қандай тағдыр болып жатыр? Әлхамдулилля, осы тағдыр Алланың сізге сызған бақыты. Соған разы бол. Бір бала берсе, соған разы бол. Қыздар берсе, соған разы бол. Бала болмай жатса, соған да разы бол. Сіз түгіл Ибрахимде бала болмаған қартайған шағына дейін. Закарияда бала болмаған. Пайғамбарымызда да ұл болмаған. Тоқтамаған, мысалы, шетінеп кете берген. Сондықтан ол емес проблемалар. Әрбір сен керек деген нәрсе керек емес. Егер Алла оны керек қылмаса саған, соған көну керексің. Сонда зейінің Аллаға қарай дұрыс шоғырланады да жаның тыныштық табады. Ертеңгі күнің алдағы жоспарларының бәрі дұрыс болады. Өзіңнің де біреудің де мазасын алмайсың. Ислам деген, мұсылман деген Алланың өзіне берген жаңағы ризық тағдырында еңсесін көтеріп жүретін адам. Міне, ауырсаң ауруымен Алла тағаладан дәреже тұтып жүрген. Көрдіңіз бе? Сондай бір мағына. Әр нәрсеге бүйтіп, жаңағы қабағымыз түсіп, құлай беретін болсақ, ол болмайды ол. Ол нәрсені ғазиз қылу үшін мұсылман қылды ғой. Еңсең биік, мерейің үстем жүру үшін да жердің бетінде. Сен жердің бетін орынбасарсың ғой, дұрыс па? Міне бұлар балаларын өлтірді, Алланың берген ризықтарын харам қылды, Алланың атынан жала жауып. Енді бұлар сенің сөзіңді тыңдамайтын болса, пайғамбар, саған иман келтірмейтін болса, Алланың үкімдеріне, өздерінің үкімдерін ауыстырмайтын болса, қоддоллу, онда бұлар нақты адасты болды. Бұларға осындай баға бердік, осы күйлерінде өледі. Уәмә кәні мұхтадин, және де олар тура жол тапқандардан бола алмайды, бітті. Өйткені осы жерден бір маңызды нәрсе, Мұхаммед пайғамбар келген кезде мына Құранмен ойлаңыз. Тура жол Мұхаммедпен бірге, саллаллаху алейхи вассалам. Қандай әдемі нәрсе қойған. Егер Мұхаммедке жақындасақ, тура жол қонды. Қашсаң, тура жол ол кісімен бірге. Тура жол тек сол кісімен бірге. Тура жол тек Құранмен бірге. Міне. Неге тура жол тек сол кісімен бірге? Өйткені мәйянтиқу анил хава. Ол сондай бір адам жердің бетіндегі. Өз заманда да, күллі заманда да дәрежесі биік болған. Ол ешқашан көңіл қалауынан сөйлемейді. Қараш, ең маңызды қасиет, осыны біз үйренейік. Отырған жерімізде біреу жаңағы аборт туралы айтып қалса, біреу тағы бірдеңке туралы айтып қалса, біреу бір саясат туралы айтып қала ма, тағы бірдеңке айтқан кезде көңіл қалауынан сөйлеме. Көңіліңе кеп тұрған нәрсенің бәрін айта берме. Біз осыны үйрену керекпіз. Мұхаммед пайғамбарымыз алсам, өз көңіл қалауынан сөйлемеген. Тіпті адамдар келіп, сахабалар келіп, я Аллахтың елшісі, мына мәселеде не айтасыз десе, ішінен Алладан сұраған. Сөйтіп Алла қалап, уахи келіп, не аят түседі, не хадис айтады Жибрил. Әлгі қысы қайда деп сұрайды. Қараш, қандай салмақ. Әйтпесе біздің бәрімізде қазір айтып тастайтындай тұр ғой, бәрі. Сол жерде құр төңкеріп, оны былай деген нәрсеңді әлгі кісі қайда дейді да, міне десе жауап береді. Соқтан Алла Тағала Нәжім сүресінде айтып отыр, ол өз көңіл қалауынан, өз ой қиялынан сөйлемейді. Оның адамдарға қарай сөйлейтін нәрсесі, жауап ретінде болсын, шақыратын нәрсе болсын, сенім мәселесінде болсын, ғибадат болсын, отбасы мәселесінде болсын, ата-анаға байланысты болсын, дүние болсын, ақырет болсын, сауда болсын, күллі нәрседегі аузынан қазір шыққан сөзі өзіне уахи етіліп атқан уахи ғана дейді. Міне онда біз өмірде қандай болу керекпіз енді? Қандай сынақ кеп қалса да үйіңізде, мысалы, үйіңізде кішкентай балаңыз ауырып қалды. Сол кезде бүйтіп әйеліңізбен бірге отырасыз. Альхамдулилля. Көңіл қалауды жібермейсіз әңгімеге. Не болды, қайда болды, не болды, не істедің деген нәрселерге дейін баруға болмайды бізге. Тіпті сондай нәрсе бола жаздай батса отыра қап, альхамдулилля, баланы алдыңызға алып, ол жаңағы дәрігерін шақыра береді, сіз жаңағы дұғаңызды оқып салмақ болу керек бізде. Бала осыны көріп өсу керек. Әйтпесе мына баланы ешқашан жөндей алмайсыз. Бала осыны көріп өседі. Альхамдулилля, балам қазір бәрі жақсы болады. Сенің Раббың Алла рахымды,
фильмде. Сөйтіп фатихаңды оқы, тағы басқа нәрсеңді оқы. Көп қой пайғамбарымыз. Сөйтіп ұстамды бол, Алламен бірге. Аллаң көріп тұр. Аллаң не істер екен деп көріп тұр ғой. Әлде сізді тастай сала ма жәрдемсіз? Ойлаңыз. Сіз уайымдап отқан уайымның үстінде Алланың назары тұр. Сенің балаңа ол сенен де жақын. Әлде олай емес па? Бізде бұл түсініктер жоқ. Алласыз кетеміз ғой іске кіріскен кезде. Ойбай, қайлай, не болды, тез, қайда кеп жатыр, қайда мына скорый деген, пәле болды мына скорыйлер. Біраз әңгімені жібересің ана жерде. Егер бізді осы үшін мұсылман қылса, онда біз дұрыс мұсылман емеспіз. Біз мүлде Аллаға нәтиже көрсетіп жатқан, Құраннан да сүннеттен де нәтиже көрсетіп жатқан адам емеспіз.